Hey guys, how are you? Welcome back. Today we are going to talk about the second conditional and the third conditionals. Бүгінгі сабағымыз шартты сөйлемдердің екінші және үшінші типтерін қарастырамыз. Second conditionals, it is unreal situations in the at present time. Яғни second conditional деген осы шаққа қатысты мүмкін емес іс-әрекеттерді туралы айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, мен егер сенің орныңда болғанда мынандай деп айтар едім, немесе мен шөп болғанда мен жаңбырды жақсы көретін едім деген сияқты сөйлемдерді біз қалай айтамыз, иә? Яғни second conditionalда сөйлемді біз if деген сөзден кейін past simple'ды қоямыз және үтір бұл негізгі шартты бөлігі, ал негізгі екінші бөлігінде біз would-ті қоюға болады. Might және could деген етістіктерді плюс қосып қасына етістік инфинитив түріндегі етістікті қоямыз. Яғни ол қалай? Мысалы, мен егер шөп болғанда жаңбырды жақсы көрер едім деген сөйлемді аударып көрейік. If I was a plant, I would love the rain. Егер де мен жазғам, if I was деп. Бұл, яғни ол жағдай ешқашан болмайды деген сөз. Адам ешқашан да растение өсімдікке айналып кетпейді, яғни мүмкін емес, нереальный жағдайлар. Мысалы тағы да, егер мен сенің орныңда болсам, мен адамдарға көп көмектесетін едім деген сөйлемді қалай аударамыз, мысалы, if I was you, I would help to other people a lot. Мен сен орында болғанда өткен басқа адамдарға көп көмектесетін едім деген сөйлем шығады. Немесе егер ол бай болғанда ол көп қыдыратын еді, мысалы, if he was rich, he would travel a lot. То есть орысша айтқанда, если бы он был богатым, он бы путешествовал много деген сөз. Бірақ на данный момент, қазіргі уақытта ол бай емес, сондықтан ол жағдай ол кісі үшін осы таңда мүмкін емес жағдай болып тұрғандықтан біз сондай сөйлемді second conditionalға қоямыз. Ал шартты сөйлемнің үшінші типі біздің өткен шаққа қатысты мүмкін емес іс-әрекеттер туралы айтқан кезде және де өкінішіміз туралы айтқан кезде, яғни біз бір нәрсе туралы өкінетін болсақ, немесе сынап өзіміздің іс-әрекетімізді немесе басқа біреудің әрекетін сынап айтатын болсақ, орысша айтқанда критика, осындай кезде біз үшінші типті қолданамыз. Оның ережесі қандай? If-тан кейін past perfect болады және екінші бөлігінде would деген етістік қосылған have деген етістік қосылған етістіктің үшінші формасы немесе иди жалғанады. Мысалы, бұл жерге мысал ретінде бір сөйлем алып көрейік. Егер сен маған ертерек айтқанда, мен уақытында келер едім деген сияқты сөйлемді аударайық. If you had told me earlier, егер сен маған ертерек айтқанда, I would have come in time. Мен уақытында келер едім. Яғни міне көріп тұрғанымыздай, if you had told me, яғни егер сен маған айтқанда, told деп үшінші формасын алып тұрмын past perfect'тің ережесі бойынша, өтір мен I would have come. Яғни come деген етістік, оның үш формасында бірдей, come, came, come in time, мен уақытында келер едім. Тағы бір мысал келтіріп көрейік, егер мен сабағымды жақсы оқығанда, мен экзаменді тапсыратын едім. Яғни бұл мысалы менің тарапымнан қазір мысалы айтып отырған өкініш болуы мүмкін, өткен шаққа байланысты. Егер мен мысалы сол кезде жақсы оқығанда, экзамен тапсыра алатын едім, бірақ әттеген уақыт өтіп кетті, Мысалы, соны қалай аударамыз? If I had studied well, мысалы, study деген дұрыс етістік болғандықтан біз оған иди жалғаймыз. If I had studied well, өтірім, I would have passed, міне pass деген сөзі тапсыруға pass the exam. Мен экзаменді тапсыратын едім. Немесе мен ақшаны жинағанда қазір
шетелге баратын едім деген сөйлемді аударуға да болады. If I had saved money, егер мен ақша жинағанда, I would have travel abroad. Мен шетелге қыдыратын, саяхаттайтын едім. Easy peasy. Осы екінші және үшінші тип туралы сабағымыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жаза кетсеңіздер болады. See you soon. Goodbye.